Мен Салтанаттың күйеуін тіпті танымаймын. Атын Әшөн екенін сендер тиктокқа салғаннан кейін біліп тұрмын, шынымды айтайын. Мені кінәлап жатыр. Не үшін кінәлап жатқанын өзім түсініп тұрған жоқпын. Алдымен видеоны бір қарап өтіңіздер, сосын ары қарай талқылаймыз. Екі туқуаннан кейін бастап бәрін істедім. Мама, сендер екеуің еші жаттырдыңдар ма? Мен бір әңгіме айтайын. Оған хайп керек болды. Ол үшін подписчиктің бәрі қарайды. Кім ол еркек? Ол ақшасы керек болды, короче, Асылжанның ақшасы керек болды. Мен сен тыңдайсың ба? Жоқ емес, Зайбал, ебалаң айырам. Зайбал, ақшасы керек болды оның. Мен сен тыңдап отырмын. Сен не перебивай меня. Я тебя не перебиваю. Кездестік. Екі қату қомды. Одан кейін мен жүкті боласың, мен внимание бөлетін болдым. Ал, я. Это твоя? Мен тыңдашы. Мой косяк, да. Твой косяк? От меня, не от меня, точно не знаю. Но интрига жасады ма? Жоқ, интрига басында болды. Келдім, үйттім. Екі туқуаннан кейін бастап. Видеода сөйлеп тұрған Салтанаттың экс-күйеуі, білмем, 3-4 қызға өзінің әйел туралы осындай ақпараттар айтады. И сол 3-4 әйелдің бірі мен дейді. Ең обиднысы, мені кей оқырмандарым, сол Салтанаттың экс-күйеуімен жүрдің, жаттың, қыртта-шырт, Салтанатты сен үшін ажырасып жатыр деген әңгімені айтып жатыр. Мен сіздерге как анаист былай айтайын. Бұл жатқан жағдай өкінішті әрине. Бірақ мен Салтанаттың күйеуін тіпті танымаймын. Атын Әшөн екенін сендер тиктокқа салғаннан кейін біліп тұрмын, шынымды айтайын. Содан кейін екіншісі, Салтанаттың экс-бай мен вкусымдағы жігіт емес. Мен ондай жігітке қарамаймын. Это 2. 3. Мен Салтанаттың жігітін живой көрген емеспін. Танымаймын да, тілдескен де емеспін. 4. Дәл осы стористі Салтанаттың күйеуіне жіберсеңіздер, я болмаса маған ол жігіттің парақшасымен телефон номерін тауып берсеңіздер, өйткені оған дәлелдету керек, что 3 қыз мен емес екенімді, потому что нереально халық қазір 2-ке бөліп жатыр. Әйгерім оңбаған, да, мен бүйтіп қай жаққа қарасам да бәрі сөгіп жатыр да. Обидно маған жүрген жерінде енді жүрейін ба Салтанаттың байын танымаймын мен деп ақталды да. Бұл мәселені Салтанаттың күйеуі өзі кімге не өсек айтқанын өзінің сторисінде жайма тиктогына жайма растакосын бәрі сливать етіліп кетті ғой. Өзі мойындап айтсын. Айтпай дело қайтадан ушығатын болса, мен сотқа беремін. За то, что менің атымды осылай арзан хайп қылып пайдаланған барлық парақшаны Салтанаттың жалпы экс-күйеуім, потому что мен тіп-тіке өзімнің сторисімде жолдап тұрмын осылай. Пожалуйста, өздеріңіздің стористеріңізді салыңыз. Сосын өздеріңіздің семейный бытовуха проблемаларыңызға халықты және мені араластырмаңыздар. Мен білмеймін. И соңғы 5-ші айтатыным, бұл жағдайда мен Салтанатты қолдаймын. Қалай қолдаймын? Как тағдырлас әйел ретінде. Оның жалпы қазіргі состояниесі сендерден артық мен түсінемін, потому что мен сондай состояниеде болдым. Және оған ажырасу оңай болмағанды да білемін. Бұл шешімді қабылдау өте қиын болғанды да білемін. Оған сәттілік тілеймін. Ешқандай оған неприязнім жоқ. Блогер ретінде мойындаймын. Кеше Нэнси дейтін бізде блогер қыз мені түртіп атымды салып кеткенін мен көрдім. Ол қызбен де сөйлестім. Бұрын Салтанат мені мысқылдап салған білем. Ол кезде өзімде оған ат өтіп бергенмін. Сол себепті мен әлі күнге дейін онымен араласпаймын. Бірақ жеке өзіне табыс тілеймін, сынбасын деймін. Әйел адам бақытты болуға лайықты. Бұндай жағдай жалпы қолдайық. Бұл жерде мен вообще қатысым жоқ. Салтанаттың күйеуімен ажырасып жатқаны, күйеуімен тілдесіп, мен оны танымаймын. Сондықтан білмей жат босқа сөкпеңіз. Мен уже нервым құрыды. Ауруымнан бөлек давлением түсіп кетті осы нәрсеге бар ғой. Сосын оқырман, көрінген нәрсенің барлығына сене бермеңіздер. Өтініш, әр адамның өзінің санасы бар. Ойлап, қарап, анализ жасау керек. Өйткені сіздер көрінген инстаграмда кейбір контенттер, кейбір стористер оғаш болып көрінгенмен оның артында үлкен шындық бар деген сөз. Бұл дегені мысалы, бізде де мысалы ыстық контентін түсіріп жатырдық бұрында. Бәрі ойлады, керемет бақытты, күшті үй салып жатыр деп. Оның өзінің қиындығы болды ғой жасырын астында, который ел білмейтін да. Сондай сияқты мысалы кейбір нәрселерге бірден сеніп кетудің қажет жоқ. Енді бұл сөзбен қорытындылайтыным, жизнь бумеранг. Қазір біреуге күлетін заман емес. Бәріміз ұл қыз асыра отыр. Сен қателеспей, мен сізбін, анау бүйтіпті ғой, мынау сөйтіпті ғой деп аузына келгенде құсып отырғанмен, сен біреудің өмірін обсуждать етіп отырсың, біреуді жазықсыз сөгіп отырсың.
саған келмесе де